Баршаңызға сәлеметсіздерме? Бүгін бургердің булочкаларын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала аппарат жасаймыз. Жылы су, жылы үстімізге дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз да 5 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Кейін дайын болған аппарамыздың үстіне жылы сүтімізді тағы да құямыз. Қант, шым-шым тұз, сұйық майымызды салып, ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды қойып, осылай тағы да бір илеп аламыз. Бетіне целлофан жабамыз және де сөлгі жауып, тағы да көтерілгенше 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды осылай ұн сеуіп, столымыздың үстіне түсіреміз. Және де бургерлеріміздің булочкалары біркелкі болып шығу үшін осылай таразының көмегіменен теңдей бөлшектерге бөліп аламыз. Менде шамамен мұнда 60 грамм қамыр. Осылай барын тартып аламыз да домалақтап шығамыз. Дайын болған қамырларымызды духовканың листына саламыз. Және де жылы жерге тағы да жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырларымыз осылай 2 есе болып өсіп шығады. Қамырларымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын және де шамалы сүт қосып, қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Өзіміздің қалауымыз бойынша кунжут немесе мак сеуіп шығамыз. Дайын болған қамырларымызды 250 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Үл-пүлдек сондай жұп-жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге Ақнұр Ерғалиқызы.